Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, құрметті достар, бауырлар. Міне бүгін тақырыбымыз, осы видеомыз бұзаулар жайында болады. Бұзаулар. Қазір түскі уақыт, сағат 1. Бұзауларға су береміз. Өзіне 42-43 градус болып тұр. Суымыз, су. Bir mezgil su береміз. Барам дегенше қазір 1-2 градус түседі, сонымен 40 градус беруіміз керек. Сосын екінші міне Айздивит деген дәрі береміз, укол саламыз. Бұны міне бұзауларға телеатам 5-6 миллиграмм деп жазып қойған. Осы мен 5 миллиграммнан беремін. Жылтып қойдым, 40 градус. 40 градус жылтып берем, өйстіп холодильникте тұрған дәрі. Міне достар, өйстіп күнне таңертең сүтін береміз, обедте су береміз. Осы өзіміздің үйдегі күнде сүт ішіп тұрған бұзауға бүгін уже 5-ші күн болды. 5-ші күннен бастап жаңағы құрғақ сүтті беріп жатырмыз достар, құрғақ сүт. Достар, міне мынау Биолактис деген фирманікі, құрамында лионы бар. Осыдан беріп жатырмыз. Күнде 1,5 литр сүттен бастадық. Міндетті түрде 40 градус, міндетті түрде градусымыз жаңа көрдік, 40 градус. Таңертең береміз, кешқұрым береміз, түсте міндетті түрде осы су береміз. Мына кружкаменен өлшеп тұрып 2 литр береміз, міндетті түрде. Сосын мынау Айздивит деген витаминімізді бүгін 5-ші күн саламыз 5 миллиграммнан. Сол кезде бұзауымыз мықты болып, күшті болып, ауырмай өсетін болады. Міне достар, 5,5 қып алдым. Ал енді жүріп барып укол саламыз, суын беріп, уколын салып шығарып жібереміз бұзауларды. Суларын ішеді. Burada было светло. Давай 1 ведро. Вот этому. Суларын ішеді. Мыналарды ішіп алдым мен суын. Алдында витамині тұр. Не достар, қазір маған уколын саламыз. Достар, мына жерде үшеуі тұр. Мына жерде үшеуі тұр. Бұлар да су ішіп алды. Бердік. Олар келгені осындай құрғақ сүтпен тұр. Мына жерде тұзды тұр. Тұз жалайды. Шөбі. Үнемі бар шөбі. Осы жерде тұрады шөбі. Мынау сементал. Oldu. Ne dostlar? Biday, tamağı, vitamin, sulu, екі түрлі vitamin, sulu, сосын арпа, бидай, ұнталған. Сосын жымиық, азғантай-азғантайдан олар. Витаминдері толып тұр. Үнемі осылай тұрады. Постоянно. Күніне мынандай менен бір шелекті жеп тауысып тұр. Осы жердегілер сосын ажаттағылар барлығы. Күніне бір шелек 10 килоға жоқ жейді. Жетеу, 10, 11. Bir kilodan артық жеп тұр.
Симментал базадан алған, фирмадан алдық. Уже бұл белгілі өсіп бара жатыр. Не достар, осылай. Осы жерде тұр, осы жер шөп қора. Минус 15, минус 20 градус болса да, енді бүгін түнде 26 градус болады, сонда да осы жерде тұр. Ең бастысы асты құрғақ. Асты құрғақ, көрдіңіз ба? Асты құрғақ, боқтары қою. Бұзау бағатындарға осындай боқ, қою боқ, ол қуанышты жағдай, жалпы айтқанда. Шөп тастаймыз, жеген жейді, қалған астында көрпеше болып қалады. Міне, достар. Жемі осы қазір қандай жем екенін, қандай витамин беріп жатқанымызды бәрін айтамын. Осыларға да укол салдық. Бағанағыдай уколдан салдық. 5 миллиграммнан 2 мәрте салдық. 3 күннен кейін. Ортасын 3 күннен үзіп, 2 мезгіл салдық. Бүгін күн жел болып тұр, болмаса күнне 2 сағат, 2,5 сағат далаға күн шуаққа шығарып ойнатып, күннің көзіне ойнатамыз. Бүгін жел болғандықтан бүгін шығармаймыз. Көрдіңіз бе, осылай жеп тұрады. Мына жерге кешқұрын жауып тастаймыз, мына жерді, сосын кілем бар. Жел, сквозняк бармайды, сквозняк тимейді. А то салқында тұрған бұзау ауырмайды, денсаулығы мықты болады, үйренеді жалпы. Жалпы ол салқынға үйренеді бұзаулар. Қасында әрдайым шөп, жем, суды өстіп бөліп береміз. Әбитке 2 литрден артық береміз. Міне достар, су осымен бітті. Алар да ішті, барлығы ішіп алды. Жағдайлары өте жақсы. Ауа райы жел болмаса, өстіп мына жерде 2-2,5 сағат жүреді, күннің шуағына витамин Д қалады. Жылтып витаминді жылтып алып береді. Уколын салып жібереміз. Мыналарда да мінеки витамині осы. Өйстіп тұрады постоянно. Міне тұзы мінеки. Вот эту маленькую держи, вот эту вот. Держи внутрь мышцы. Да. Держи. На правую сторону сделали. Все. Не достар өстіп. Витамин ұрдық. 3 күннен кейін сол жағын ұрамыз. Оларда ұрдық. Оларда алды витамин. Не достар өстіп бізге. Ладно, я закрою. Сүт маңызды біз үшін, сүт. Не десеңіз, сүтті біздер сатамыз. Сүтті сатамыз. Сол себептен біздер өйстіп құрғақ сүт арзан болады. Әжен массажды жіберейін. Құрғақ сүт берген бізге арзан, тиімді. Ана сүтті біздер сиырдың сүтін сатамыз. Сол себептен өйстіп құрғақ сүт береміз. Өзде бізге бұл бұзаулар құрғақ сүттен
дұрыстап берсек ешқандай кемшілік болмайды. Ана сүттен жақсы сүт, егер қымбат, сапасы жақсы сүт алсаңыз, ол сиырдың сүтінен ешқандай кемшілігі жоқ. Қосымша осындай витамин, сосын жемі. Маңызды осы жемдер. Бұзаулар ешқандай понос жоқ. Тұрған жерлерінде әлі тазаланған жоқ. Бүгін тазаланбайды. Ешқандай тішіп бұттары, іштері өтіп тұрған жоқ, жағдайлар жақсы. Алар да жақсы. Өстіп бөлеміз қазір. Алар қазір кішкентайлары. Алар шығып тұр. Мынаны туылғанына білмеймін, бір 10 күн болды ма, болмады ма? Шығып жеп тұр. Аузына 2-ші, 3-ші, 4-ші күннен бастап уже аузына жемді тығамыз. Жемнің дәмін алады, сосын өстіп өздері жеп кетеді. Ең бізге маңыздысы осы жем жегені. Мыналардың да туылғанына бір 15 шақты күн болды. Бұлар да өзіміздікі, 4-еу өзіміздікі туылған. Ертең және 10-15 күн сүт беріп, әбден жақсы болғасын, бұларды да құрғақ сүтке өткізіп жібереміз. Шөбі, сабан, шөп. Бұзаулар осы. Қазір апарып тастаймыз. Енді қандай витаминдер екен көреміз, қандай витамин жеп тұр. Бізде витамин мына жерде. Мына жерде ұнталған арпа бар, бидай бар. Мынандай витамин аламыз. Мынандай фирманікі. Провини деген. Бұл да шетелдікі. Шетелдікі. Бұл Американікі. Американың технологиясымен істелген витамин. Иісі білмедім, шоколадтың иісі шығып тұрды міне. Бұзаулар осыларды теріп жеп қояды. Сосын мынау виамин деген, бұл өзіміздің Қазақстандікі, бірақ немецкий технологияда істеліп жатыр. Қостанайда істеліп жатыр бізде. Бұның да иісі керемет. Осы екеуі. Сосын кәдімгі мынау сұлы. Сосын мынау бор. Кальций бойы өседі. Сүйегі қатаяды. Кальций сол үшін береміз. Бор, қалғандар витамин барлығы пайдалы ғой. Міне достар, осы бұзаулар жөніндегі бүгінгі тақырыбымыз осы. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, табыс, бақыт, байлық тілеймін барлықтарыңызға.